Кеше сендерден қайтқаннан кейін жолмен келе жатсам алдымнан 3 жігіт шығады ғой. Иықпен тақ ерегісі кетті. Ойбай, ана иығы жаман екен. Келеді да маған иығың жинап жүрсе дейді ғой. Біреу тұрады да темекі бар ма дейді. Көңілің толды ма дедім мен қарап. Дәлеп, сол аяқты алдыға қойдым да. Оң аяқты артқа тастадым да. Ішінен бақытлердің артқара келіп тұрып қалтадан майка пакетті алып, үшеуін де салып алдым ғой. Сол жайратып тастаған ғой. Айтпақшы, қазақ сэндвич деген білесіңдер ма? Жақсы сэндвич екен ше? Білмеймін. Алло? Я, мен. Я жаңа ғана сатып алдым ба? Қойшы 100 000 теңге ұтып алдым ба не? Тишан сендер ғой, өтірік ойламаңдар, жүрегім нашар мен ойламаңдар. Қойшы шынымен ұтып алдым ба? Онда WhatsApp-қа лақтырса, местопалка лақтырса, местопалка. Давай, барам. Бұлтта давай жаңа нан сатып алған ба? Ол қазақ сэндвич деген ғой. Сон 100 000 теңге ұтып алдым отыр, мен шақырып отыр, мен барып қайтемін да. Жақсы. Анамын да келем ғой. Здравствуйте. Можно мне лавандовый раф? Спасибо. Бәрің 100 000 теңге ұтып алғансыңдар ма? Ағатай, мынау сіздің тапсырысыңыз екен, иә? Мен ішіне тапсырыс берген жоқпын. Жоқ. Мен жаңа бір сэндвич жегем, содан соң 100 000 теңге ұтып алдым деді. Сондықтан осы жерге келдім. Сендер соған келіп отырған шығарсыңдар. Онда басқа біреудік шығар екен. Так, стоп. Какие деньги? Мен вообще-то собеседованиеге келдім. Мен де қара қолтықтардың өзіміздің жиынға келгем. Сендер қара қолтық емессіңдер ме? Қара қолтық? Ондай дару бар ма екен? Мен сен бүгін түнде өтем. Ана кісі не деп жатыр деймін да, орысша түсінбейтін. Не болды, жақтырмай? Мен ертек әлем болып отырсың ғой прям. Саған айтып жатырмын. Саған айтып жатырмын. Отстань от нее. Че он творит? Мен орысша біліп отырмын мен. Орысша біліп пайдалан. Я тебе творю? Ой, мынау. Ағатай, күн шығанда үстіңе не киіп алғансың, иә? Сән ғой, ауылдаған ау. Әнілерім сыйлаған ғой, брадан деп беріп отырған. Ыстық емес пе екен, иә, мұндай күнде? Қақтың ыстығы. Мұнан киесің, шешесің, мұздай болып тұрасың ғой. Ішінен BMW киесің бұның. Қыздар жігіттер бағадан бері қарап отырып, дауларының басылатын түрі жоқ. Қазақтар неге өмір осындайсыңдар, өмірде де сол, әлеуметтік желіде де сол, өмір бастарың түспейді екен. Біз сендерді бұл жерге бекер жинаған жоқпыз. Жүріңдер, мен сендерді бір бөлмеге апарам. Жоқ, бармаймыз. Но мен көріп жатқан дорамада тура осындай. Осындай біреу келеді, олардың барлығын алып кетеді. Содан кейін оның соңында барлығын өлтіріп тастайды. Баруға болмайды, осы жерде қаламыз. Жоқ, бармаймыз, жоқ. Құрметтілер, сіздерді мазалап тұрған сұрақтың жауабы қолдарыңызда. Что это такое? Барлығымызға бір тима. Сонда шафта.
бауырым, сенің атың кім? Темірлан. Менің атым Көбей болады. Танысқаныма қуаныштымын. Сен бағана руың кім дедің? Қош болдың, әзілсі уақыт жоқ. Мазам болған. Әй, шынту айтам. Руың кім? Қарақолдық. Қарақолдық. Менің апамның жездесінің інісінің руы Қарақолдық. Екеуміз туысқан болып тұрмыз ғой, иә? Екеуміз туысқан болып тұрмыз ғой. Бір көрген-ақ өзіміз жақындап қалып сені. Танимын өзім қарақолдықтар. Бауырым, біздің қарақолдықтардың сыйластығы мығым болсын деп, мен саған мынаны сыйға тартамын. Шынымен ба? Иә, ала ғой. Эй, стой, мошенник! Ол сені алдап, ауыстырып алғысы келеді. Кел біздің қасымызға отыр. Ақмақ көрем, адам көріп өлем. Мән бермейін. Олар өзі сондай болады. Байқалып тұр. Белгісінен ақ білуге болады ғой. Өзің шеттен қосылғасын саған қосу берілген да. Оралман. Ағайын дос бауырларға сәлем айт туған ауылға. Өзінде барып қайтар көргенше мұның санапын. Тоқтаңдаршы, мынау бір-бірінің бөлшегі сияқты. Неге ұқсайды ма? Шексіздікке ұқсайды. Неге шексіздігі? Жоқ, тоқындыршы. Міне, мынау біздің қарақолдық руының таңбасы осындай. Соны ұқсайды ма? Қарақолдық? Иә. Қады қойыңызшы. Фу, мұнбиттер. Қолдарыңнан ештеңе келмейді. Жоқ, мынау. Таршы қолыңды, Қарақолдық. Тоже мне нашелся. Вот, қараңдар, осындай болады. Осындай, не сендерге үйретуім керек па? Деш па? Қарабет. Бір жаққа барғанда бабаңның алдында қарабет деген ғой. Менің бір жасын естідің ме? Қақнайсың? Ну погодидан ба, бір естіген сияқты. Ой, әшіне 46 мен жіберіп ұрайын ба? Эй, открой! Мен жасадым! Эй, открой! Не открывается? Мен айттым ғой сендерге бағана. Тарамада тура осындай болған. Есік жабық тұр. Біз қазір өлтіреді. Мен ескерттім ғой сендерге. Не істейміз? Паниковать ете бермеші. Не болды соншама? Достали уже. Мен сендерді неге сынағам? Оның жауабы мынандай. Неге ұқсайды? Баян бұғой. Или үстінен гуманға забырға ма, или пионерге ма айналып кетесің ма? Болды, шаршадым. Шыдам, шегіне жетті. Міне. Істеміз енді. Ей, тұра тұршы. Қойыңдаршы бәрін бей. Енді? Міне? Что это? Бірақ жауап шыққан сияқты ма? Наконец-то дошел! Мы долго ждали. Сіздер жұмбақ шешімді алыпсыздар.
Енді мен сіздерді бір кісіге апаруым керек. Бармаймыз. Бара береміз. Шығаруларыңыз керек. Ол кісі сіздердің бұл жерге не үшін келгендеріңізге жауап береді. Точно ма? Әрине. Дарамада ондай болмады. О, қош келдіңіздер. Келіңіздер. Келіп отырыңыздар. Ал қадірлі достар, тапсырманы жақсы орындаған екенсіздер. Бұл пішіннің не екенін түсіндіңіздер ме? Арман дөңгелек нәрсе. Дұрыс айтасыздар, дөңгелекке ұқсайды, бірақ тағы бір нәрсеге негізінде бұл басқа бір нәрсе. Қазақтың тұрмысына қатысты, қазақтың баспанасына қатысты қазақ бір қасиет тұтатын бір нәрсе. Бұл шаңыраққа ұқсайды ғой. Бәрекелді, дұрыс айтасыздар. Бұл шаңырақ. Өздеріңіз қараңыздар, сіздер алдында мынау осы дүниені тапсырма сіздерге берген кезде мына жеке тұрып әрқайсыңыздар. Жеке тұрған кезде мына қолдарыңыздағы дүниенің не екенін басында түсінбедіңіздер, солай емес па? Не екенін түсінбедіңіздер. Кейін мына ортаға салып жинаған кезде бұның не зат екенін өзінен өзі белгілі болған. Былайша айтқан кезде жинақталған кезде бұдан бір пішін пайда болды, мағына, мазмұн, мән пайда болды. Мысалға, темірламадан өзіңіз көргенде боларсыз, анау Төле бидің бір мысалы бар ғой. Әлгі жауынгерді шақырып алып, қолына шыбық беріп сындыршы деген кезде сындырады ғой тарсында. Екі-үшеуін береді, оны да сындырып тастайды. Кейін бір уақытта бір мағына біріктіріп беріп, енді сындыршы дегенде сындыра алмайды ғой. Сонда Төле би айтады ғой, біз біріксек қана күш боламыз, біріксек қана ел боламыз. Бірліктің түбі тірлік деп сөзін түйіндейді. Сол айтпақшы бізге қашаннан болса бірлік керек. Қазақ бірікпей, яғни бір-бірінің ешқандай кемшілігіне қарамастан, тіпті ұнатпағанына қарамастан, өзіміздің бір бауыр екенімізді түсінбей, бірікпей, бір мақсат жолында, елдік жолында бірікпей, біз жақсылыққа жетуіміз қиын. Сондықтан да сіздерге айтайын дегенім, сіздерді осы бір бөлмеге жинағанымыздың да мәні бар. Ондағы мақсатымыз барлықтарыңыздың бастарыңызды бір жерге қосып, бір-бірін кішкене жақтырмай жүрген бауырларымызды әдейі бастарын бір жерге қосып, берген тапсырманың мәнін түсіндіріп, және осы бір бөлмеде қалай қазір басымыз бірге қосылып отырсақ, болашақта да осылай бірге жүрейік. Бір бөлмеге жиналған қазақтар бұдан кейінгі бөлінбеңіздер дегенді айтқымыз келген. Бөлінбе қазақ. Здравствуйте. Мне капучино на миндальном молоке.